Ұлбосын ханым, кайрылуу күн, калыңыз калай, көңүл күйүңүз калай? Керемет, өте жақсы. Сиз бизде мугалимсиз, кайсы сыныпка сабак берип жатсыз және де кандай натижелер көрдүңүз? Бірінші сынып мұғалімін бастауыш сыныпта. Қазір балаларымыз енді 22 әріп өтті, бірақ біз барлық әріптің бәрін жаттап алғанбыз. Ең қазір жылдам оқумен бірінші сыныпта ең көп 38 сөз оқиды сыныпындағы оқушым. Өте тамаша, сиз үчүн кубанычтамын. Косумча табыс тауып, косумча репетиторлукка бала кабылдадыңыз ба? Иә, қабылдап жатырмын. Осы нәтиженің арқасында қазір мектептен ұсыныс қосымша үйірме жүргізіп жатырмын, оқуға үйрету. 3 күнде жаңа әріптерді жаттау бірінші сыныпқа және 4-ші сыныптарға жылдам оқу бойынша. Табыс таптым. Табыс тауып жатырмын. Қазір келісім бойынша нақты айта берейін ба? Келісім бойынша 4 топ жүргіземін, аптасына 2 рет 300-ге жуық аламын. Ол бөлек, сыныпынан бөлек. Яғни айлығыңыздан бөлек, Ол үйірмеге. Өте тамаша, сиз үчүн кубанычтамын. Сиз бизге кай өңүрдөн келип отурсуз? Түркістан облысы, Сарыағаш қаласынан. Өте тамаша. Сиз үчүн кубанычтамын. Алла кааласа мыкты натижелерге жете бериңиз. Рахмет үлкен. Көп рахмет. Сиз сияқты ойланып жүрген мугалимдерге не айтар едіңіз? Ойланып жүруге уақыт жоқ. Дамып жатқан адамдар көп. Сіз болмасаңыз басқа біреу жұмысын жасап кетеді. Сол үшін табыс табу үшін бірінші өзін дамыту керек. Өзін дамыту үшін осындай мықты мамандардан сабақ алу керек деп ойлаймын. Өте тамаша. Курс барысы сізге өте қатты ұнады, Кері байланыс барлығы жақсы болды ма? Өте жақсы. Сөз жоқ, мен айта алмаймын. Сөз ата-аналардан кері байланыс әлі күнге дейін келеді. Оқытыңыз деп топқа талас болып жатады кейде. Оған бала санын аз алып, нәтиже шығару үшін солай жұмыс жасап жатырмыз енді. Өте тамаша. Ал Кәусара Сағадатқызынан кері байланыс жақсы болды ма? Иә, әрқашан Кәусара ханымнан да, оның кураторларынан да үнемі сұраған нәрсеміз міндетті түрде жауапсыз қалмаған. Өте тамаша, сіз үшін қуаныштым. Алла қаласа мықты белестерден көрсете беріңіздер. Оқушыларыңыз, яғни мықты маман иесі болып шықсын. Мысалы айтқанда, жақсы бір Қазақстанның болашағын жасайтын ер азаматтар болсын, Алла қаласа жыл мұғалім болыңыз. Рахмет, көп рахмет сіздерге.